30 жастағы Триффи Уотман кішкентай қызын тәрбиелеп отырған жалғызбасты ана. 2011 жылдың 30 қыркүйегінде ол әпкесіне қоңырау шалып, 36 жастағы сүйіктісі Тревор Пардимен ажырасқанын айтты. Осыдан кейін жігіт өзінің немере ағасына бірнеше зұлым хабарламалар жібереді. Судьяның рөлін өз мойнына алған Парди тапаншамен қаруланып, Триффимен кездесуге келіседі, өйткені оған белгілі бір сомма қарыз болатын. Бірнеше сағаттан кейін олар кездесті, бірақ ақша берудің орнына Парди өзінің қорқынышты жоспарын жүзеге асырады. Куәгерлер жігіт пен қыздың қатты ұрсып жатқанын естіген, содан кейін оқ атқанға ұқсас дыбыс шыққан. Бұдан соң Триффи бірден жедел қызметке қоңырау шалды. (911) emergency. Do you need fire, police, or ambulance? Hello? Hello? No. All that for what? Where you at? Chris, look at me. Chris, look at me. Look at me. I love you. Goodbye. Goodbye. Chris, crazy. All this for what? Триффи қоңырауында бұрынғы жігіті оны тапаншамен атып кеткенін және өзінің өліп бара жатқанын айтқан. Атылған оқ қыздың қолын тесіп өтіп, содан кейін оның кеудесіне кіріп, қабырғаларын сындырып, өкпенің жоғарғы бөлігін кесіп, арқа тұсынан шыққан. Жазбаға қарағанда Триффи қатты азап шеккен. Өкпесінің тесілгеніне қарамастан, қоңыраудан ол әлі де тыныс алуға тырысып жатқаны естіледі. Содан кейін Парди телефонды жерден көтеріп алып, диспетчермен қысқа диалог бастайды. Hello? Hello, this is 911 emergency. Yes? Okay, what's going on there? A dispute with my girlfriend. Okay, where are you calling from? Where are you to? Off Topsail Road. Okay, we're off of Topsail Road. I'm not sure where. I'm going to kill myself now. Okay, no, we need to get you some help. You need to tell me where you are. In order to help her or you. No. In order to help her, we need to know where you are. She's dying, and the cops are here. Where are you to? We need to get an ambulance there. I'm killing myself. We need to get you an ambulance. Hello? Диспетчермен диалог барысында Парди өзінің сүйіктісімен ұрысқанын айтып, содан кейін өзін өзі өлтіремін деп қорқытады. Сол уақытта оқиғадан бұрын көршілері шақырып үлгерген полиция қызметкерлері оқиға орнына келеді. Well, it was an accident. It was an accident. Yes. Please, just, you can shoot me then. You can shoot me then. What's that going down now? Listen. What's that going down Look at now? It, please. What is that? I'm a good person. I didn't mean to do it. Like it was an accident. She was pulling the gun from me. What's that going down? Then you're going to have to shoot me. Look. Please. My friend is a cop. What's that going down? I'm not going to shoot you guys or nothing. Look. Can you hear me? What's that going down? Yes, can you listen to me, please? What's that down? I'm trying to reason with you. I'm trying to reason with you. What's that going down now?
Call the ambulance, please. Put the gun down now. Please, just listen to me. Put the gun down. Please, listen to me, please. Полицейлермен әңгіме барысында Парди бұл оқыс оқиға болғанын және өзін жақсы адам ретінде таныстырады. Кейінірек ол Триффидің қаруды өзінен тартып алып, абайсызда өзін атып алғанын және өлімге әкелген жарақат алғанын айтады. Парди мен полиция арасындағы текетірес 4 сағатқа созылды. Ол қаруды тастаудан бас тартқандықтан дәрігерлер жерде жатқан Триффиге жақындай алмады. Егер қызға дер кезінде медициналық көмек көрсетілгенде, ол мүмкін тірі қалар еді. Сот медициналық сарапшы Триффидің қан тамырларының зақымданып, көп қан жоғалту салдарынан қайтыс болғанын анықтады. Парди диабетпен ауырғандықтан, оған күніне бірнеше рет инсулин егуді қажет ететін. Полицейлер мұны пайдаланып, келіссөздер кезінде оған инсулин алып келгендерін айтты. Жазбада Парди полиция қоршауында ақ түсті пикаптың жанында тұрғаны көрінеді. Қызметкерлердің бірі оған инсулин препаратын беру үшін жақындайды. Бұл сәтті ұтымды пайдаланған офицер Пардиді құлатып, содан кейін оны тұтқындайды. Тревор Парди тұтқындалғаннан кейін жылдарға созылған сот процесі басталды. Осы уақыт ішінде Парди өзінің кінәсіздігін талап етіп, Триффидің өлімінің кездейсоқтық екенін айтты. 5 жылдан кейін 2015 жылдың қарашасында кәсіпкерлер соты Тревор Пардиді Триффи Уотманды өлтіргені үшін кінәлі деп танып, оған өмір бойына бас бостандығынан айыру туралы жаза берді. Ол 2040 жылы шартты түрде мерзімнен босатуды сұрау құқығына ие. Алайда 2030 жылдан бастап, оның осы мерзімді қысқарту туралы өтініш беру мүмкіндігі пайда болады. Сот үкімі жарияланғаннан кейін, Парди сот залынан шығарылған кезде өлтірілген қыздың туыстары оған неше түрлі сөздер айтты. Ал оның жауабы өте қысқа әрі нақты болды. Яғни, жабыңды ауыздарыңды. Осымен видеомыз аяқталды. Достар, еңбегіміз үшін видеоға лайк басып, арнамызға тіркеле кетейік. Және де комментке видео туралы өз пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.